Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен 5-ші сыныптың 7-ші юнитіндегі Verbs Holiday Activities тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі бұл жақта жаңа видеолар көп болады. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада сендерге айтады. Look at the travel quiz on page 63. Complete the clues 1 to 8 with the words in the books and listen and check. Яғни балалар сендерге мына квизді қараңдар дейді. Осы квиздегі сөздерді мына жаңа жоғарыда берілген қорапшаның ішіндегі сөздерді мына квиздің ішіне қой дейді. Сонымен бастаймыз. Бірде қойсам көрінетін шығар, иә? Ал бастадық. Fly north and stay in igloo in the Arctic. Яғни бірде бізде stay болады. Екі. Walk and cycle in New Zealand and practice your English. Екіде cycle болады. Үште. Eat a curry. Chefs in Indonesia make this specialty. Төрт. Don't camp in the Kalahari Desert. The temperature is here is 40 degrees Celsius. Бес. To space from New Mexico. Travel ғой балалар бесте. Travel to space from Mexico in the USA tickets are $200,000. 6. Don't swim in the Amazon River. 7. Sunbathe on a beach in India. 8. Shop in India in the Dubai Mall деп сендерге жауабын беріпті. Екінші тапсырмаға керек. Екінші тапсырма сендерде былай айтады. Working page match the places includes 1 to 8 with the AH on map. Compare your answers with another pair дейді. Яғни мынаны картамен бірге сәйкестендіріп шық дейді. Бірде A болады, мына North, иә. Екіде H болады, мінекей. Үште G болады, мінекей. Я, мына не туралы айтып жатыр, Индонезия туралы айтып жатыр. Төртте D болады, мінекей. Kalahari Desert, иә, Африканың соңғы жағында. Бесте B болады, бесте B болады, Мексиканы көрсетіп жатыр. Алтыда C болады, ол мінекей. Амазонка, Амазонның өзендері. Жетіде F болады, ол міне Индия. Сегізде E болады, ол міне мына жердегі Дубайды айтып жатыр. Ал енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада сендерге айтады. Make questions using forms, columns, A, B, C's and working pairs. Яғни балалар сендерге диалог құр деп қой. Мен сендерге құрып дайындап бердім. Дәл осы секілді өздерің де құрсаңдар болады. Саға аударып берейін. Do you ever walk in mountains in the summer? Yes, I do. Яғни әйтеуір бір кезде сен тауларға жаяу шықтым ба жаз айында? Я, мен шықтым. Аударшы. Does your father fly to other countries in the summer? Сенің әкең ұшты ма басқа мемлекеттерге жаз айында? Yes, always. Я, үнемі. Я, әрқашан. Do you ever travel by train? Сен әйтеуір бір кезде пойызбен серуендедің бе дейді? Саяхаттадың ба дейді? Yes, I do. Я. Do you ever swim in the sea in the winter? No, never. Әйтеуір бір кезде сен теңізде шомылдың, жүздің бе қысты күні? Жоқ, ешқашан. Do your parents camp in the mountains in autumn? Yes, they do. Сенің атанаң лагерь құрды ма тауда күз айында? Я, олар құрған. Do you ever stay in a hotel in the spring? Әйтеуір бір кезде сен қонақ үйде жаттың ба көктем айында? Yes, I do. Я, мен жаттым. Төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада сендерге look at the examples. What is an imperative? How do you make the negative form? Яғни балалар сендерден сұрап тұр. Imperative дегеніміз ол бізде бұйрықты сөйлемдер, бұйрық мысаға. Don't wash деген секілді. Don't wash жуынба мысаға. Don't speak сөйлеме деген сияқты бұйрықты мысаға. Keep silent тыныштық сақта деген секілді бұйрықты береміз ғой. Дәл сол секілді сөздерді біз imperative істейміз. Енді сенен сұрайды. Сенің мына жерде қайсысы imperative дейді. Бұл жерде мына жерде барлығы, мына жерде именно барлығы imperative, барлығы бұйрықтай болып тұр. Мына екеуі болымсыз, мына екеуі болымды түрде болып тұр, я? Яғни болымсыз түрін жасау үшін просто don't дегенді қоса саламыз. Ешқандай айырмашылық жоқ. Бесінші тапсырмаға келдік. Бесінші тапсырмада сендерге просто жай ғана мына берілген сөздерді, қорапшадағы сөздерді қою қажет болады. Біріншісінде
speak English in class. Міне бұйрық беріп төсіндегі сыныпта ағылшынша сөйлеңдер деп ұстаздар не мысалы. 2. Don't dance samba on the table in the class. Самбаны үстелдің үстінде, сабақтың үстінде билеме. Ол да бұйрық болады. Do your homework. Үй тапсырмасын жаса. Мысалға ата-анаң келеді де саған do your homework. Үй тапсырмасын жаса деп айтады. Don't copy your friend's homework. Досыңның үй тапсырмасын көшірме. Ол да бұйрық болып саналады сыныпта. Don't run. Сыныпта мысалға don't run жүгірме деген секілді. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни бұйрық берудің барлығы бізде imperatives болып саналады. 6-шы тапсырмада мен саған мысал келтіріп қойдым. Мына бұйрықты сөйлемдер жасауымыз қажет. Affirmative жаз, негатив жаз деп тұр әйтеуір. Бірақ бұйрықты бұйрықты сөйлемдерде болу керек. Яғни бұйрық райда болу керек. Міне мен жаздым. Use an umbrella in the spring. Көктем айында қолшатыр қолдан. It's very rainy in North Kazakhstan. Ол өте жаңбырлы солтүстік Қазақстанда. Don't swim alone in the Алакөл. Алакөлде жалғыз жүзбе. It's very deep. Өйткені ол өте терең. Don't forget your sun hat, sunglasses and sunscreen. Өзіңнің ұмыт кетпе бас киіміңді, күннен қорғайтын көзілдірігіңді және күннен қорғайтын креміңді. It's hot in Шымкент. Өйткені Шымкентте ыстық. Travel by train to other cities. Taxi is expensive. Басқа қалаларға пойызбен бар, өйткені такси қымбат деп мен саған бұйрық райда сөйлем құрастырып бердім. Жалпы сабақ түсінікті болса, комментарийге рахмет деп жазып кет. Каналға тіркелуді ұмытпай, себебі мына жақта видеолар өте көп болады. Сонымен goodbye. Have a nice day. Жақсы баға алуына тілектеспін.